Пиндоуду сөзінің тікелей аудармасы совместные закупки деп аударылады. То есть Taobao 88-ден Пиндоудың айырмашылығы сода. Кез келген магазин бір акция береді, бір определенный уақытқа. Егер де сіздер 24 сағат 48 сағаттың ішінде 2000 адамның заказы жиналатын болса осы товарға, то 1/8-ден беріледі деген сөз. Так оның өзінің бағасы 5 юань. Бұл жерде корзина деген нәрсе мүлдем жоқ, өйткені сайттың өзі нацелен на то, что вы купили здесь и сейчас. Мына заты сіздер осы уақыт ішінде осынша адаммен қосылып 1/8 юаньға сатып алып үлгеру керексіздер. Әрине комплектациясына байланысты ғой. Бұл жерде ең аз комплектациясы 1/8 юань болып тұр. Корзина жоқ, не істейміз біз? Вдруг мен бұл товарды қазір сатып алмаймын, ақшам жоқ, например, возможность жоқ. Қалай бұны сақтап қоюға болады деген сұрақ туындайды кез келген адамда. Сол үшін бұл жерде корзинаның орнына избранный товары деген ойлап табылған. То есть мынау сол беттегі ортадағы жүрекшені бассаңыздар сердечканы, то ол избранный товарға сақталып, әрдайым сол жерде сақталып тұратын болады. Кез келген уақытта избранный товардың ішіне кіріп, өздеріңізге ұнаған товарды тауып аласыздар. Бірақ бағасы сол уақытта өзгеріп кетуі мүмкін. Соны ескеріңіздер. Бірақ любой магазин всегда акция беріп тұрады. Ол жағынан қорықпаңыздар. Ал заты избранныйға сақтадық. Енді оны қай жерден көреміз? Артқа бір шығамыз. Астында тұрған смайликтің суретіне басамыз. Сөйтіп, мына жерде жүрекше тұр ғой ортада. Соны бассаңыз, мына жерде барлық сақтап қойған товарларыңыз шығады. Қайтадан соның үстінен басамыз, енді біз заказ жасаймыз. Скидкамен беріп жатқан бағаға басамыз, 1/8 деген қызыл кнопкаға. Мына жерде осы заттың комплектациясы шығады. 12 штук, 24 штук, 36 штук. Соған байланысты бағасы да өзгеріп тұрады. 2 в 1 дегендер бар. Ал 1/8 юань деген ол бір карандаштың бағасы екен. Ал нақты не деп действительно жазылып тұрған түсіну үшін осы бетті скриндап аламыз. Сосын Google переводчикқа барып, фотоаппараттың суретін басып, осы страницаны қойып, осылай жақындатып, не жайлы жазылғанын көріп алсаңыздар болады. Сол кезде действительно қайсы қанша тұрады, комплектке не кіреді, барлығын көре аласыздар. Маған керегі 2 комплект еді, 24 штуктық карандаштардан. Осыны Человек-паук, Холодное сердце Эльза, қыз балаға алам. Сол кезде маған вообще мына жерде скидкамен еще 2 юань минус 3 юань скидка жасап, 2 комплект 24 карандаштан 16 юаньға түсіп тұр. Енді мен карандашқа төлеу үшін қызыл кнопканы басамын. Сөйтіп способ оплатыды өзгертем. Менде Alipay'да ақша бар, сол үшін мен Alipay'мен төлеймін. Юаньдар сатып алған болатын заранее. Alipay'дың кнопкасын басқанда мынандай бет шығады. Pay now дегенді басып, Alipay'дың кодын мен теріп, автоматически Alipay'да менде 16.60 юань шешіледі. Дан деген басамыз. Бұл сіздерге қажет емес. Alipay болмаса, бұл способ оплаты қажет емес. Келесі затқа біз карточка арқылы төлеуді үйренеміз. Мына жерде уже мен пеналдарды таңдап қойдым. Басқа зат астындағы қызыл кнопкаға басамыз. 46.9 юань дегенге. Бұл жерде енді картамен төлейміз. Сіздерде картамен төлеу деген қызыл галочканы басқан кезде карточканы толтыратын бет шығады. Барлығын дұрыс толтырып, уже запомнить деген кнопка болады. Соның барлығын толтырғаннан кейін уже 2-ші, 3-ші заказдарда карточканы сұрамайды. Менде карточка толтырылып тұрғаннан кейін менде осындай бет шықты. Уже за конвертацию 3% деп 1/40 юань деп толық қосылып, общий бағасы 48-30 юань болып тұр. Басқа елге кез келген покупканы төлеген кезде за конвертацию міндетті түрде алады, ол жағынан сескенбеңіздер. Мына жерде қызыл кнопканы басқан кезде карточкаңыздың артындағы 3 сандық кодты сұрайды, оны міндетті түрде тересіздер.
одан кейін Face ID-ден өткізу мүмкін, өткізбеуі де мүмкін. Міне уже Каспи Голдтан көріп тұрсыздар, 48-де 30 юань Pinduoduo сайтынан алынды деп тұр. Карточкадан осылай оңай төлейсіздер.